Сәлеметсіздер ме? Қызықты әңгімелер арнасының құрметті тыңдармандары. Арнама қош келдіңіздер. Әңгіме басталмас бұрын арнама тіркеліп, әңгімені соңына дейін тыңдай отырыңыздар. Тіпті неден бастарымды да білмеймін. Толыққанды отбасында 1982 жылы дүниеге келдім. Анам мен әкем мені 7 жыл күткен екен. Мен туылғанда төбелері көкке жетіп, думан той ұйымдастырыпты. Ол заманда бәрі басқаша еді ғой. Бағыма орай маған ең керемет ата-ана нәсіп етті. Бірақ ұзаққа созылмады. Шамамен бірден асқан шағым екен. Туысқандарым үйге қонаққа келіпті. 7-8 жасар туыс әпкем мені қол арбамен айдаймын деп қиғылық салып тұрып алыпты. Амал жоқ, анам мені отырғызып, өзі қонақтарға шай құйып, тамақ дайындап жүргенді. Біраз уақыт өткен. Әпкем менің жоқ болғанымызды байқап, анам сыртқа шығыпты. Сол күні екеумізге 4-5 сағатқа дейін іздеу салған. Бірақ хабар жоқ. Кеш қараңғылай бастағанда жол жақтан қарауытқан бейне көрінген. Туыс әпкем мені қол арбаға салып айдап келе жатыр. Анам алды-артына қарамай бізге қарай жүгіре жөнелді. Әпкемнің өңі суық. Мені айдап алысқа кетіп қалған. Бірақ менде үн жоқ. Үстіме астыма төсеген жұқа көпшікті жауып қойған. Анам мені шақырса да оянбаппын. Ақыр соңында уайымдаған анам көпшікті ашып қалғанда екі аяғымның біріне қан толып қалған. Бірден қолын мұрныма тақаған. Пайымдауынша есімді жоғалтқам. Дем алып жатқаныма көз жеткізген. Ал әпкем болса қорыққаннан жылап, өзінің анасына қарай қаша жөнелді. Барлығы абыр-сабыр. Анасы туыс әпкемне не болды деп сұрағыштап жатыр. Қорқып қалған әпкем әзер дегенде мен оны жолда құлатып алдым. Өзі де қатты шошып кетті. Бір мезетте аяғы қанай бастады. Бірдеңе кіріп кеткен сияқты. Жан-жағымда ешкім жоқ, алыстап кетіппіз. Бұлақ тәріздес жер, тереңірек. Қорқып Әлияны әрең алып шықтым, деді өксікті қылып. Мені үйге әкеліп аяғымды мықтылап, шыт шүберекпен таңып қойды. Денемде әл жоқ. Сұп-сұр болған бет жүзімді көріп анам қорқып тұр. Абыр-сабырда екінші көшедегі тәуіп Биғайша апайға мені дереу жеткізді. Әкем мен анам мені уайымдап, ентіккендерін баса алмай, Биғайша ападан көмек сұрады. Бірақ ол кісі ештеңе істей алмады. Амалсыздан әкем ауданға таныс көліктеріме мені алып кетті. Анам да жанымда. Жанын шүберекке түйіп отыр. Түн ортасында аурухана іші тым-тырыс. Кезекші дәрігерді шақырып, ол бас дәрігерді шақырамын дегенше біраз уақыт өтті. Дәліздің төр жағынан келе жатқан дәрігерді көріп, атанам қобалжып отыр. Лезде жандарына келген дәрігер: бала ес-түссіз жатыр ма? Не болды оған? Әкем мен анам тілдері күрмелсе де болған жайтты баяндап берді. Дәрігер мейірбекелерді шақырып, кішкентай Әлияны жансақтау бөліміне алып кетті. Кішкентай болсам да рухты болдым ба, сол арада есімді жиғызыпты. Бірақ артынша жағдайымды бір қалыпты етіп алған соң, наркоз беріп, аяғыма ота жасалынды. Аяғымнан анамның айтуы бойынша бөдененің жұмыртқасындай шиша кіріп кеткен. Ол ма? Бел омыртқам сынып, жамбас сүйегім ажырап кетіпті. Алла тағала қолдап, ота жақсы аяқталды. Бірақ жансақтау бөлімінде біраз жаттым. Арада 6 айдай уақыт өтті. Орнымнан енденді тұрып жатқан менің шиша кірген емес, сау аяғым көп ауырып жүрді. Аяғым деп қатты жылайды екенмін. Бірақ ауырғанда қайсы аяғың десе, сау аяғымды көрсетеді екенмін. Кішкентай болсам да сол кездегі ауырлықты қатты сезіндім. Өсе келе аяғымның ауырғаны күшейе түсті. Арада жылдар өте берді. Бір аяғымды сілтіп, сүйретіп әрең жүріп жүрдім. Бір қолымда икемге келмеді. Солай өмірдің қадірін біраз түсіндім.
Нақты себебі белдегі тамыр қысылған ба, жоқ наркоздың әсері ме белгісіз. Ешкім оны нақты айтпады. Өздері басын алып қашты ма әйтеуір. Емді Түркиядан барып аласыздар. Біз аурудың себебін таппадық деп дөп басып айтты. Жасым 9-ға келгенде әкем бізді тастап кетті. Маған сен туылғаныңнан өмірге келмей қойғаның дұрыс еді дейтін. Ондай әкенің бір тиынға керегі жоқ дедім. Амал жоқ. Шешем байғұс сареңіреп қала берді. Сонша жыл отасқан жолдасынан мындай үсті күтпеді. Анам жұмыс жасады. Бірақ ас-ауқатпен киім-кешектен ақша артылмайды. Қайбір жарытып айлық алады ол заманда. Әйтеуір жылап жүріп, үйде мүгедек балам бар деген соң, олар да жалақыны әрең береді. Ақшаның жоқшылығынан басқа ел түгілі жанымыздағы Түркістанға да бара алмадық. Жылдар өте берді. Жасым 20-дан асты. Алайда жұмыс жасауға қауқарым жоқ. Әкемнің қайда жүргенін Құдай біледі. Ал анам болса сүйретіліп, ауырыңқырап жүр. Жағдайын сұрауға да ұяламын. Болмаған соң, тұрып істей алмасам, отырып жасайтын жұмыс табамын деп, таяғымды ұстап, көшеге шықтым жайменен. Ақсаңдап келемін. Құлазыған көңіл күйімді баса алмай, ең болмаса бір жұмыс шығып қалса болар еді. Қанша теңге болса берсе болды. Бір күнде бір нанымызды алсам да ризамын. Басқа ештеңе керек емес. Жол бойында дүкен тұр екен. Ішіне мойын соссам, сөрелерінде бірен-саран ғана азық-түлік тұр. Ішіне кіруге жүрексініп тұрмын. Дегенмен де кіру керек. Аяғымды барынша дұрысырақ басуға мәжбүрлеп, ойымды жинақтай алмай, кіре жөнелдім. Сәлеметсіз бе? Сіздерге жұмысы керек емес пе? Сәлеметсіз бе? Табалдықта тұрмаңыз. Ішке кіріңіз, сөйлесейік. Мен жаймен деп кіріп келемін. Менің жүрісіме қарап, сатушының өңі бозарып кетті. Аяғымды байқады. Енді бір қолымда кемістігін байқап қоймасыншы деп, қолымды белдевшемнің қатпарлы қабатына жасырып келемін. Сонда сатушы: бізде байқап тұрғаныңыздай сөрелер толық емес. Бұл заттарды алып, бақылап тұруға әзірге өзімде жетемін. Қазір маған көмекші қажет емес, деді басын ілгері бұрып. Оған қарсы уәж айта алмадым. Мүгедекті қайтсын. Осылайша біраз жерлерге кіріп шықтым. Жап-жас болғаным, мүгедек аяқ қолымды байқап, сөздерінен тайтқып сыртқа тепкендер көп болды. Біразға алыстап кетіппін. Шаршағанымнан ағаштың көлеңкесіне отырып, біраз дем алдым. Отырғаныма көп болмады. Арғы бұрылыстың бойында тұрған кішкентай дүңгіршекке көзім түсті. Баруға жүрексініп тұрмын. Бірақ сана сезімім барып көр деп тұрғандай. Ақыры солай тұрғанда жанына қалай жетіп барғанымды байқамай қалдым. Ішіне кірсем, кілең жібек мата, перде, шыт және құрақ көрпешелерге арналған біздің тілмен вилер маталар. Тіпті кесте тоқитын бұйымдар мен тоқыма жіптер де бар екен. Шынымды айтсам, қатты қызықтым. Сатушысы келіп: сізге не керек? Көмектесейін бе? Мен негізі жұмыс іздеп жүргенмін. Бірақ сіздердің заттарыңызға қарап, таңырқап тұрмын. Жалпы қызығып тұрмын деген келген. Басқа жақтың барлығы менің бір аяғым мен қолымның жарамсыздығын көріп, шошып жүрді. Сізді алдамай осылай шындығымды айтып алайын деп едім. Сатушы өзі ашық жарқын кеңпейілді жан екен. Мен жағдайымды баяндаған соң, өліп тіріліп, асты-үстіме түсіп, жастайымнан осындай қиыншылыққа тап болғаныма сенбей қайран қалды. Шынымды айтсам, тағы сұрауға қымсынып тұрмын. Мені дымға икемі келмейді. Не іздеп келді деп сөйлейме деген қорқыныш болды. Бетіне, көзіне қарауға бата алмай, айтқан әңгімесін тыңдап, үнсіз отырдым. Әңгіме әрине мен туралы болған жоқ. Құрақ құрап отырды. Сонымен өзде іші пысқан секілді. Біраз нәрсені әңгіме қылдық. Біраз отырып қалыппыз. Соңында маған: былай істейікші Әлия,
Сен жапжас әдемі қызсың. Бірақ бұл жерге дейін келуің саған қиындық соғады. Аяғың онсыз да ауырып жүрген шығар. Өмірде неше түрлі оқиғалар болады. Бірақ шүкір, бір аяғың жарым-жан болса да, екінші аяғың сау. Ештеңе етпейді. Мүлдем жүре алмайтын пенделер де бар ғой. Бұл сөздерден соң денеме сенімсіздік ұялады. Бұл кісі де мені жұмысқа алғысы келмей тұр. Бейбақ болдым-ау, бейбақ. Жалғыз анамның соры болдым ғой. Көзімнен мөлтілеген жастар шығуға әзер тұр. Енді болмаса кетіп қалғым келіп тұрды. Жаным, Әлияш, былай жасайық. Қазір сен өзіңмен бірге әртүрлі маталар алып ал. Мен саған бір ескі мәшинемді бере тұрамын. Қазір жақсылап мен тіккен тігістерді көріп ал. Аптасына бір рет тіккеніңше маған әкеліп тұр. Мен саған мата беремін. Ал сен тігіс тігесің. Ақша жағын уайымдама. Өз істеген дүниеңнің ақшасын өзіңе беремін. Бола ма? Айтшы. Болады әрине. Мен қайта қуанғаннан төбем көкке бір ел жетпей тұр. Біраз маталарды алып, арқама асынып алдым да үйге қарай қуана-қуана жүре жөнелдім. Үйге келіп, жақсылап шай демдеп, анамды күттім. Кешкісін анам келген соң, екеуміз жақсылап әңгіме дүкен құрдық. Менде енді жұмыс бар. Мен енді жұмыс жасаймын. Қандай керемет, е? Енді білгенімді анамнан сұрап, мына маталардан біраз дүние тігуім керек. Арада біраз уақыт өтті. Тігіннің арқасында біраз ақша таптым. Анам бос кезінде маған қолғабыс болып жүрді. Кешкісін тіккен жұмысымды дүңгіршікке апаруым керек. Анам кешігіп жатыр. Бірге апарамыз деп келіскен едік. Кеш болмай кетіп тұрғанда өзім шыға салайын деп үйден шығып кеттім. Жол бойы тым-тырыс. Күндегіден адам саябырсып қалыпты. Дүңгіршік иесі кетіп қалмай тұрғанда ертерек жетіп алайын деп келемін. Анау маңнан бір түрлі иіс шықты. Сигарет шегіп тұрған 3-4 ер адам тұр екен. Дірдектеп, сүйретіліп әренжет өтіп бара жатырмын. Тап тура келіп ұстап алатындай. Жан-жағыма қарауға да қорқып келемін. Я Аллахым, өзің жар бола көр. Тоқта! Қатерлі дауыс, жуан дауыс, ер адам, бірақ неге айтты? Тоқта деймін. Шәймен деп артыма қарадым. Анадай да маған қарап сөйлеп тұр. Жақында маған. Көздеріне қарауға да жүрексініп, басым салбырап тұрып қалыппын. Қорықпай діттеген жеріңе кете бер. Саған зәру болып тұрған жоқпыз. Ақсақтың қарғысына қалар жайымыз жоқ, деді. Мәс саған. Өне бойым шымырлап кетті. Өте ауыр тиді. Иә, жаныма тиетін сөз. Бірақ бастысы маған тиіскен жоқ. Тордан құтылған торғайдай алды-артыма қарамай дүңгіршекке жөнелдім. Істерімді апайыма көрсетіп, жолда болған жағдайды айтып бердім. Сонда да қорқып тұрмын ғой. Қалай қайтамын? Қайтпасам анам жалғыз қалады. Апайым да сезді ме? Сені менің балам мотоциклмен жеткізіп салады. Сен әлі жассың ғой. Тіпті қазір қараңғыда түсіп қалыпты. Дүңгіршекке жабысқақ қабырғаның ар жағында үйі тұр екен. Ұлын шақырып, мені апар салуымды өтінді. Сәлден соң ар жағынан бетіне кеш батқанда күннен қорғайтын маска киген, өзіне қап-қара көзілдірік таққан ұзын жігіт шыға келді. Екі адамдық мотоциклдің пассажирский жағына мені отырыңыз дегендей нұсқап, екеуміз де жайғастық та үйімізге қарай бет алдық. Жол бойына тыныш бардық. Қайдан тыныш барайық? Мотоцикл дауысы, одан қалса жел соғып тұр. Бұлай тартымды жігіт, бірақ момын секілді. Жоқ, момын да емес. Мінезі тым қиын жігіт секілді. Бірақ бет әлпетін көре алмадым. Тағы да барам ғой, сонда көрермін деп. Әйтеуір ішімнен күңгілеп келемін. Ал ол кісінің менде шаруасы жоқ. Сенде бір бәле болдың. Басқа тірлігім жоқ еді деп отырған шығар. Отырған орнында. Үйге жеттік. Анам жұмыстан келіп, ас әзірлеп жатыр екен. Барып қатты құшақтап алдым. Бастықтары жиналыс жасап, кеш келіпті. Бір бәледен аман қалғанды айтып,
Мен де әлек болып жатырмын. Анам сонда: жолда кетіп бара жатсаң, итке қорыққаныңды байқатпай өт. Қорықсаң бірден сезіп атылып келіп тістеп алады. Кейбір адамдарда сондай, беймарал өт. Әйтпесе оларда сезіп, арам ойын жүзеге асыруы мүмкін деді. Екеуміз шүйіркелесіп отырып, кешкі асымызды ішіп алдық. Күндеріміз жалғасып өте берді. Біраз ақша жинап тастадық. Анам екеуміз ойласа келе Ташкентке емге баратын болып келістік. Жасым небәрі 23-те. Тұрмысқа шығуға қорқамын. Ол туралы маған анам жиі айтады. Маған ондай ой келмепті. Анам айтқан соң, тіпті өз-өзімнен сескеніп жүрдім. Дөңгіршектегі апайымнан сұрандым. Анам да жұмысынан сұранып, Ташкентке бірден баратын автобусқа отырдық. Бірақ барғанша біраз қиналып қалдық. Бел деген қақиып, икемге келмей қойды. Бар жиғанымызды түйіп, бара жатқанда ауруды ұмытып кеткен дейміз. Білікті дәрігер бар деп естідік. 2 күн дегенде шарлап жүріп әйтеуір іздеген адамымызды таптық. Бүгін мен үшін маңызды күн. Ең мықты деген дәрігерге баруға шешім қабылдадым. Дәрігердің қабылдауына жазылып, өз кезегімді күтудемін. Жүрегім біртүрлі болып, анамның қолдарынан қысып қоямын. Қолдарым бірдемде терлеп кетті. Денем мұздап бара жатқандай. Тұрлыбекова. Орнымнан атып тұрып, есікке қарай ұмтылдым. Башпайларыма дейін терлеп кетті ме, білмеймін. Тіпті ыңғайсызданып кеттім. Оң аяқпен кірейін деп, табалдырығын аттап, ішінен егде жастағы көзілдірік таққан ер адамды көрдім. Анам да соңымнан еріп кірді. Мен меңзең күйде тұрғанда, анам болған жағдайдың барлығын өтір нүктесіне дейін айтып берді. Мені жатқызып, аяқ қолымды, бел омыртқамды түгел тексерді. Аппаратқа түсіру керек деп, қарама-қарсы бөлмедегі құрылғыларға апарып жатқыза бастады. Жүрегім біртүрлі алабұртып тұр. Жан-жағыма алақ-жұлақ етем. Анам әйнектен уайымдап қарап тұр. Оның да жанарында бір есіл мұң. Барлығын тексеріп көріп болған соң, 15 минут күте тұрыңыздар деп, дәрігер басқа бөлмеге кіріп кетті. Жанына тағы 2-3 ақ халатты келіп қосылды. Соңында бізді де шақырды. Ханымдар, бізді кешірерсіздер. Қазіргі уақытта сізді емдейтін толыққанды жүйелер жоқ. Сізге барымызша көмектесуге тырысамыз. Алайда 60-70% ғана кепілдік бере аламыз. Сіздерді қатты да қорқытпайын. Бел омыртқаңызға ота жасалуы керек. Егер жақсы шықса, Алла қаласа аттай болып кетесіз. Ал ота сәтсіз шықса, 2 аяғыңызды бірдей жүрмей қалуы мүмкін. Сондықтан біраз ойланыңыздар. Мен дайынмын дедім. Дәрігердің сөзін аяқтатпастан. Көптен күткен отамыз. Уақыты да жетті. Мені отаға дайындап жатқызып қойды. Анам байғұс жүзіме нұрлана қарап, бәрі жақсы болады дегендей көз қараспен тұр. Өзімде қатты уайымдап жатырмын. Алла қаласа бәрі жақсы өтсінші. Бірақ кеудемде бәрібір бір мимаза сезім жанымды жегідей жеп барады. Болды деп. Амал жоқ. Мен бұл әрекетке баруым керек. Мен әлі жаспын. Өмірім алда. Мен өмір бойы бұлай ақсаңдап жүргім келмейді. Жанымды шүберекке түйіп отырмын. Алла қаласа айығып кетемін. Шамамен 14 сағаттай өтіпті. Ота бітті деп хабарласты анама. Бірақ мен әлі есімді жимағам. 6-7 сағат тағы да жатқанмын. Дәрігерлер не сәтті өткенде, не нашар өткенінде хабарламады. Анам сол бір сәттің өзінде жүдеп кетіпті, уайымнан. Арада тағы уақыт өткен соң есімді жиыппын. Менің оянғаныма күмән келтіргендей дәрігерлер де, мейірбекелер де жүгіріп келді. Отаның қалай өткенін сұрағанымда ойдағыдай деді де қойды. Есімді жиып, 2-3 күннен соң өзім аяққа тұра бастадым. Сөйтсем, аяқтарымда, қолдарымда сол қалпы. Ештеңе өзгермеген. Жүре алмай қалмаған.
Бірақ жазылмағанда. Қатты ашуландым. Дәрігерлерде сасқаннан әр нәрсені бір айтып, көңілімді аулауда. Біраз уақыттан соң бас дәрігер анам екеуміз отырған палатаға келді. Мән жайды асықпай түсіндіріп жатыр. Ота жасалуына нақты жауап бере алмадық. Осылай болудан қорыққан едік. Көре жарығыңыз бар екен. Беліңіздегі ең майда тамырларды ажырату қиын болды. Солар қысылып қалған. Оған сәл мүлк етіп тиіссек, сіз бұл жерде отырмас едіңіз. Аяққа тұрып кетсінші деп ниет еткен едім. Болмады. Кішкентай қимылдап кеткен бетте қан кетіп жатты. Біраз қан жоғалттыңыз. Сондықтан сізге қосымша қан құйылды. Гемоглобин күрт түсіп кетті. Бұлай жалғасса өмірден озып кетуіңіз әбден мүмкін. Мені кешіріңіз әрине. Бірақ сіз осында тірі отырғаныңызға қуанып отырмын. Біраз жатып көтінген соң қайта елімізге қайттық. Денемде ауырлап жүрсе де жұмысымды жасап жүре бердім. Аяғы жоқтар қаншама. Осы күніме шүкір дедім. Я Алла. Арада біраз жыл өтті. Нағыз ақшаның буына кірген уақыт болды. Жасым қазір 26-ға толды. Күйеу дегенде мүлде ұмыттым. Ақсаңдап жүріп, өз жұмысымды жасап жүрдім. Дүңгіршектегімізді апайымыз екеуміз бірге жаңарттық. Ол жерді отырғанына 15 жылдан асыпты. Кәсібін дөңгелетсе де жаңартуды мүлдем ойламапты. Жаңартуға біраз қаражат жұмсалды. 5 айдай уақыт кетті. Дүңгіршегіміз әдемі болып, дүңгіршектен көрпе дүкеніне айналды. Апам да қатты қуанып қалды. Шүкір, өміріміз жақсарды. Анам да, мен де шүкір жақсы өмір сүре бастадық. Кешкісін кешкі асымызды ішер кезде анам әңгіме бастады. Қызым, сенің тұрмыс құруың керек. Үйді де дүкеніңде жаңалаттың. Енді өз жұмысым өзіме жетеді. Сені ұзатсам басқа арманым жоқ. Менің жұмысымда Карина деген құрбым бар, білесің ғой. Соның ұлы сені ұнатып жүр екен. Карина сенімен сөйлессін деп қоймай жүр. Сенің нөміріңді бердім. Анашым, бұныңыз не? Мен тұрмысқа шықпаймын. Мына түріммен қалай келін боп жүремін? Ол жақта қандай адамдар барын кім білсін? Мен енді маған ақсақ деген атты айтқанын қаламаймын. Қызым, әр әйелдің бұл өмірге келгендегі миссиясы ана болу, әйел болу. Сен оған қарсы тұра алмайсың. Сондықтан сөйлесіп көр. Мені жерге қаратпа. Анамның бұл ісіне қынжылып, ашуланғанмен бір жағы ойланып жүрдім. Себебі анаммен жақын. Бөтен адам емес, танысымыз. Бірақ ол жігітті өзімде көрмегенмін. Не болар екен? 7 жыл өтті. Жасым 30-дан асты. Анамның айтқан жігіттерінен әбден мезі болдым. Тіптен ешкімді көргім келмейді. Болашағымнан қорқамын. Шүкір ақшам бар, бизнесім бар. Ешкімге қол жаймай өзім өмір сүріп келемін. Кейде сол бір баланың иісін, өмірдегі ең керемет жанның әйелі болып жүргім келетін. Бірақ білмеймін. Дүкенге апама бара жаттым. Бар қайғымды апама айтамын. Сол кісі ғана менің жанымды түсінетін. Асығып бағдаршамнан өтер жолда жүйткіп бір мәшине келді. Келерімен қоймай, тоқтады да апыр-топыр бетімді жауып, көлікке салды да әкетті. Қанша тырмысып бақсам да шамам жетпеді. Жол ұзарып кетті. Бір ауылға келіп тоқтады. Түссем бетіме ақ орамал жауып үйге кіргізді. Не болып жатқанын түк түсінбедім. Жан-жағымда шулаған адамдар. Көзімнен жас шықпады. Түрім боп-боз. Анама хабарлассам өшірулі. Апама хабарластым. Бірақ қоңырау барып тұр. Көтермейді. Екеуіне де хабарлама жазып жібердім. Мені алып қашып кетті. Полицияға хабарлаңызшы. Құрметті тыңдарман, әңгіменің жалғасын келесі бөлімде тыңдайтын боласыздар.